намазхан екенсіз. Алла деген жүрегіңізде сезім болған жан екенсіз. Неге ата-анаңызға қадірлі, ата-анаңызға құрмет жасамайсыз? Неге уф деп айтасыз? Неге дауыс көтересіз? Неге? Халайық 80 жыл намаз оқырсыз, 50 жыл, 20 жыл, 10 жыл. Дүниеден өтесіз. Қайда барасыз? Алланың құзырына барасыз. Сонша барғанда Аллах сізге: мен сенің намазыңа мұқтаж емеспін, кете бер бар деп бетіңізге лақтырса не істейсіз? Бүкіл ғибадатыңызды лақтырса не істейсіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен күнәларды баян еткен кезде Алла тағала 3 адамға назар салмайды дейді қиямет күні. Назар салмайды, сіздің намазыңыз, оразаңыз болса да. Сол 3 адамның біреуі ата-анасына ақ болған адам, ата-анасының ризалығын таппаған адам. Білесіз ба? Сол ата-ана өмір бақи сіздің тілеуіңізді тілеп өтті. Сіз қанша рет дұға жасадыңыз? Әкеңізге, анаңызға қанша рет дұға жасадыңыз? Аттарын айтып жасадыңыз ба? Аллахым, сенің бір құлың бар, пәленше деген, түгеншенің ұлы. Соған рахым қылғайсың, маған рахым қылғандай. Аллахым, сенің бір күңің бар, пәленшенің қызы түгенше деген, соған рахым қылғайсың. Себебі жерде сенің мейіріміңді солардан таптым. Сенің махаббатыңды солардан таптым. Неге дұға жасамайсыз? Намаз оқисыз. Өзіңіздің күнәңізді кешірімін сұрайсыз. Неге ата-анаңыздың күнәсінің кешірімін сұрамайсыз? Сонда перзент деген атыңыз қайда? Құранда айтады: сенің анаң қайғы үстіне қайғымен сені тапты, сен білмейтін едің дейді. Біз білмейміз қандай азаппенен көтеріп жүргенім, қандай қиыншылықпен көтеріп жүргенім. Мына дүниеге келеді, ойлайды ол, армандайды. Ертең осы ұл ма, осы қыз ба дүниеге келеді, томпаңдап жүреді, тілі шығып сөйлейді. Оның әрбір күлкісі мен үшін қандай қымбат. Сіздің әрбір ісіңізді қызықтап қарап, сіз анаңызды, әкеңізді алдасаңыз, сізге алдана салады. Сол алданғанына мәз болады. Осылайша сіздің сыртыңыздан барынша қанатын жайып өсіреді. Бірақ сіз ер жетіп кетіп, мен намаз оқимын, ана, сен қоя тұр десеңіз не болды?